Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен English Plus-тың 13-ші бетіндегі Big Questions and Short Answers тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет. Себебі ағылшын тілінен сен 5 шығуың қажет. Сонымен бастаймыз. Are you 9 years old дейді. Оның жауабы F болады. Яғни No, I am not болады. Екіде. Is Dilnaz Ahmadiyeva a singer? Dilnaz Ahmadiyeva әнші ма дейді. Жауабы D болады. Yes, she is. Я ол әнші. Are John and Dan here? Жауабы B болады. No, they aren't. John мен Dan осы жерде ма? Жоқ, олар төртте жауап A болады. Is this new film is good? Мына жаңа фильм жақсы ма? Yes, it is. Я жақсы. Бесте. Is Christian in the photography club? Яғни Кристиан сурет үйірмесінде ма дейді. Жауап G болады. Yes, no, he isn't. Жоқ, ол жақта емес. Алтыда. Is Roger Federer an actor? Яғни Roger Federer ол бізде Federer екен балар. Federer актер ма дейді. Жауап И болады. No, he isn't. Жоқ, олай емес. Жетіде. Are we good at hip-hop dance? Біз хип-хоп биінен жақсымыз ба дейді. Жауап C болады. Yes, you are. Я дәл солай дейді. Ары қарай. Екінші тапсырма. Екінші тапсырмада былай жасауымыз қажет. Write question and the short answers using the correct form of the verb дейді. Яғни сұрақ бер және де оның қысқаша жауабын бер дейді. Қысқаша жауап бер дейді. Сонымен бастадық. Бірде, are you football fan? Сен футбол фанатысың ба? Yes, I am. Я мен футбол фанатымын болады. Ары қарай екіде. Are they from Brazil? Олар Бразилиядан ба? No, they aren't. Жоқ, олар Бразилиядан емес. Балалар мен мына жауапты на птичкамен, яғни тикпен кросқа қарап беріп отырмын. Is it expensive? Yes, it is. Бұл қымбат па? Я, осы дәл солай. Are we popular? Біз атақтымыз ба? Yes, we are. Я, біз атақтымыз. Is she a good singer? Ол жақсы әнші ма? No, she isn't. Жоқ, олай емес. Are you basketball star? Yes, I am. Сен баскетбол жұлдызысың ба? Я, солай дейді. Ары қарай үшінші тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырмада complete the dialogue with the words, яғни диалогты мына берілген сөздермен толықтыруымыз қажет екен. Бірге қараймыз. Бірде Yes, I am. My name is Dias. Я дәл солай, менің есімім Диас. Екіде I'm Lydia and this is my friend Emma. Мен Лидиям және де бұл менің досым Эмма. Бесте ар болады. Are you good at tennis? Сен теннистен жақсысың ба дейді. No, we aren't. Жоқ, жақсы емеспін. We are terrible. Біз сұмдықпыз. Сегізде. Are you Rafael Nadal's fan? Сен Рафаэль Надалдың фанатысың ба дейді. Yes, we are. Я, мен фанатымын. Is your favorite player too? Ол сенің де сүйікті ойыншың ба? Yes, he is. Я, ол дәл солай. He is great дейді. Ол керемет дейді. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырмада There is a new boy at school. Write questions using what, how, where, who. Яғни бұл жағадан келген оқушы. Және де сен сұрақ жасауың керек. What, how, where, who'ды қолдану арқылы. Бастадық. How old are you? Сен жасың қаншада? 11 деп 11 екенін айтты. Where are you from? Сен қай жақтансың? Қазақстан. Деп Қазақстан деп жауабын айтты. What is your favorite sport? Сен сүйікті спортың қандай деді. Ол бала футбол деп жауап беріпті. Who is your favorite actor? Сен сүйікті актерің кім? Берік Айтжанов депті. What is your favorite food? Сен сүйікті тамағың қандай деген. Оған ол бауырсақ деп жауап беріпті. Және де Who is your favorite singer? Сен сүйікті әнші кім? Жанар Дұғалова деп жауап берген екен. Балалар, сабақ түсінікті болса каналға тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет. Ағылшын тілінен бірге 5 шығайық. Goodbye, have a nice day.